Қайырлы күн, достар. Бүгін біздер орта ғасырлар тарихына да келіп жеттік. Орта ғасырларда Қазақстан территориясында өмір сүрген мемлекеттер туралы айтатын боламыз. Соның бірі де бірегейі, құдіреті күшті түрік қағанаты. Түрік қағанаты сол кезде ірі алып мемлекеттер Қытай мемлекетімен, Иран мемлекетімен және Византия мемлекеттерімен терезесі тең дәрежеде өмір сүрді. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдыруларыңызды өтінемін. Олай болса, кеттік. Жалпы түріктер туралы мәлімет Қытай шежіресінде 542 жылдан белгілі. Қытайлықтар түріктерді теле тайпасы деп аталған және ғұндардың тікелей ұрпағы деп есептеген. Ғұндар империясы ыдыраған соң Орхон аймағында теле тайпалар одағы құрылады, ал 5 ғасырдың ортасында осы теле тайпасының басында билікке Ашина тайпасы билікке келеді. Билеушісі Қаған деп аталынады. Билікке келген Ашина тайпасы өзінің айналасындағы басқа да түрік тектес тайпаларды бағындырады. Оның ішінде қырғыздарды, оғыздарды, ұйғыр, дулу, үйсіндерді бағындырып, түрік қағанатын құрады. Және Хуанке өзеніне жақындаған кезде Қытай мемлекеті күшейіп келе жатырған түрік қағанатынан сескеніп, оларға өзінің 545 жылы елшілігін жібереді. Сөйтіп, түрік қағанаты Қытайменен саяси қарым-қатынас орнатады. Алайда түріктер бұл кезде Жужан қағанатының қол астына қарайтын болды. Себебі бір кезде жауынан жеңілген түріктер осы Жужан қағанатын паналаған болатын. Сондықтан жужандар, яғни аварлар, түріктерді өздерінің қол астында темір балқытушы ретінде пайдаланды. Ұзақ жыл бойы жужандардың тепкісін көрген түріктер енді оларға қарсы бас көтере бастады. Түрік қағанатының басына Бұғмен қаған келген уақытта олар жужандардың тепкісінен құтылудың жолын іздейді. Сөйтіп, Бұғмен қаған Анағұй қағанға елші жіберіп, оның қызын өзіне әйелдікке сұрайды. Бұған ашуланған Анағұй қаған, менің қол астымдағы құлдарым қалайша менің қызымды әйелдікке сұрайды деп түріктерді кемсітеді. Бұғмен қағанға да керегі осы еді. Сөйтіп, Бұғмен қаған жәбірленуші ретінде 552 жылы жужандарға қарсы өзінің шайқасын бастайды. 552 жылы жужандарды тас-талқан етіп жеңіп, өзі Елхан деген атақ алады. Бірақ Бұғмен қаған сол жылы қайтыс болып, оның орнына баласы Қара Еске, одан кейін Мұқан қаған, одан кейін Ештеми қаған, Тобы қағандар түрік қағанатын басқарады. Қара Еске тұсында жужандарды екінші рет талқандайды. Жеңілген жужандар қайта-қайта бас көтере бастайды. Қара Ескенің інісі Мұқан қаған кезінде жужандарды бір жолата талқандайды. Бас көтерместей етіп жеңеді. Сөйтіп, осы кезден бастап түріктер ұлы даланың шығыстағы қожасына айналады. Оның шекарасы солтүстігінде Саян тауына дейінгі аралыққа жатқан тайпаларды өзіне қаратса, ал шығысында Сары өзенге дейінгі аралықты қидандарды, оғыздарды, татарларды бағындырады. Күшейген түрік қағандығымен жақындасу үшін қытайлықтардың өзі түріктерге Мұқан қағанға сый-сияпат тарту таралғылар жасады. Мәселен, Қытайдың бір жағының өзі түріктерге жылына 100 000 тең жібек матасын төлеп отырған. Ал Тобы қаған кезінде екіге бөлген Қытайдың жағы да түрік қағанатыменен қарым-қатынасын жасады. Бұдан көретініміз түрік қағанатының шығыстағы саяси ықпалының күшті болғанын көреміз. Түрік қағанаты шығыстағы шекарасын шегендеп алғаннан кейін батысқа жорық жасай бастады. Ештеми қаған тұсында оңтүстік Кавказға жорық жасады және Орта Азиядағы ірі мемлекет Ефталиттерге қарсы соғысты. Ефталиттерге қарсы ол Иранмен одақтасты. Бірақ Ефталиттерді жаулап алғаннан кейін Иран менен түріктердің арасында жібек жолын бақылауға алу туралы мәселеде келіспеушіліктер болып, түріктер өзінің әскерін еліне алып кетті. Сондықтан да ирандықтар түріктерге алым төлеуге міндеттенді. Сонымен түрік қағанатының батыстағы шекарасы солтүстік Кавказ және Қара теңіздің солтүстік жағалауларына дейін жетті. Түрік қағанаты үлкен империяға айналды. Сол кездегі Қытай, Иран, Византия сияқты алып елдер түріктерменен терезесі тең болып санасатын болды.
Бірақ осыншама алып империяның бағындырылған халықтары түрік империясына қарсы қайта-қайта бас көтерді. Және 581 жылы түріктердің өз ішінде таққа талас болды. Бұны шебер пайдаланған Қытай мемлекеті, түріктердің күшеюінен қорыққан Қытай мемлекеті оны шебер пайдаланып, оның ыдырауына жәрдемдесті. Түрік қағанаты екіге бөлінді. Батыс түрік қағанаты бұған қазіргі Қазақстан және Орта Азия елдері және Шығыс түрік қағанаты қазіргі Моңғолия территориясында құрылды. Осылай тарих сахнасында 51 жыл билік жүргізген түрік қағанаты екіге бөлінді. Достар, мен сіздерге жақсы ақпарат, пайдалы мәліметтер бердім деп ойлаймын, өз біліміммен бөлістім. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Мен сіздерге орта ғасырлардағы қағанаттар туралы тағы да видеолар түсіретін боламын. Сау болыңыздар.